Қайырлы күн. Бүгін біз 3-ші күндік жапондық лифтинг массаж жасаймыз. Ең алдымен құлақ тұсын осылай жақсылап уқалап, мойнынан төмен қарай түсіреміз. Енді көз айналасын осылай домалата массаж жасап, уқалап, бет сүйегінен, сондай-ақ құлақтың тұсынан, мойнынан төмен қарай түсіреміз. Келесі жаттығу еріннің жандағы бұлшық еттерді қатайту мақсатында еріннің жан жағын осылай басып уқалаймыз. Еріннің жанын көтеріп, сондай-ақ көздің айналасын, самай, құлақ тұсы, сондай-ақ мойнының жанына массаж жасап уқалаймыз. Келесі 4-ші жаттығу мұрнымыздың жанын осылай саусағымызбен уқалаймыз. Сондай-ақ мұрынның қабырғаларына да массаж жасап, жоғары көтеріп уқалаймыз. Оң қолымызбен бетімізді ұстап, сол қолымызбен екінші жақ бетімізді көтеріп, массаж жасап, мойнынан төмен қарай түсіреміз.
Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Жұдырығымызды түйіп, астыңғы жағымызды жоғары қарай құлақ тұсына дейін тартып, сипалаймыз. Және де соңғы жаттығу бетіміздің барлық бөлігіне массаж жасап уқалаймыз. Сондай-ақ маңдайымызды жоғары тартып сипалаймыз. Осымен үшінші күндік жапондық массажымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сондай-ақ каналға тіркеліп, пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.